Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 6 сынып математикасының 2-7 сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу. Енді біз рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу үшін ең алдымен мына нәрсені жақсылап түсініп алайық. Ол, егер де біз оң санды қосатын болсақ, координаталық түзудің бойымен оң бағытта, егер теріс сан, яғни минус таңбалы санды қосатын болсақ, онда теріс бағытта, яғни сол бағытта біз нүктені жылжытамыз. Оны қазір мысалдар келтірсек сізге түсінікті болады деп ойлаймын. Яғни, координаталық түзудің көмегімен А және Б рационал сандарының қосындысын табу үшін, бірінші, координаталық түзу бойынан А санына сәйкес үлкен А нүктесін белгілеп аламыз. Одан кейін, егер біздегі А және Б санын қосқан кезде Б оң сан болатын болса, яғни 0-ден үлкен болса, онда А нүктесінен оң бағытта Б бірлік кесіндіге жылжыту керек. Сонда А нүктесінің координатасы А плюс Б-ға тең Б нүктесінің координатасына ауысады. Ал егер Б деп отырғанымыз теріс сан болатын болса, яғни Б кіші 0-ден болса, онда А нүктесін теріс бағытта Б бірлік кесіндіге жылжыту қажет. Яғни теріс бағытта деген ол солға қарай. Сонда А нүктесінің координатасы А минус Б-ға тең Б нүктесіне ауысады. Ал енді бұл теорияны түсіну қиындау болуы мүмкін, сол себепті мысал қарастырайық. Мысал үшін, минус 1 мен 4 деген санның, яғни екі рационал санның қосындысын табайық. Бұл жерде А деп отырғанымыз минус 1-ге, ал Б деп отырғанымыз 4-ке тең. Ол үшін біз ең алдымен жаңа айттық, координаталық түзу сызып алуымыз қажет. Мінекей координаталық түзу. Және мұның бойынан А санына сәйкес үлкен А нүктесін белгілеу қажетпіз. Бізде жаңа ғана айттық, А санына сәйкес келетін нүкте минус 1. Демек біз минус 1-ге үлкен А нүктесін белгілеп аламыз. Енді бізде Б деген оң сан, яғни жоғарыдағы А деген шартқа сәйкес келеді. Егер Б оң болса, А шарты орындалады, егер Б теріс болса, Ә деген шарт орындалады. Демек, бізде Б деп отырғанымыз 4-ке тең, демек ол 0-ден үлкен оң сан. Мына жерде біз жаңа айтып кеткен болатынымыз, Б оң сан болатын болса, онда А нүктесінен оң бағытта Б бірлік кесіндіге жылжыту қажет. Мінекей А нүктесі оң бағыт деп отырғанымыз, бізде координаталық түзудің бағыты көрсетілген жақ. Яғни бізде Б 4-ке тең, сол себепті 4 бірлік кесінді санаймыз. Яғни 4 бірлік кесінді санаған кезде бізде 3-ке сәйкес келеді. 4 бірлік кесінді оңға қарай жылжыттық, сонда 3 деп отырғанымыз бізде Б нүктесі болып табылады екен. Келесі координатаны біз 3-ті, яғни Б арқылы белгілеп алдық. Сонда біз бұл жерде мына нәрсені айта аламыз. Минус 1 қосылған 4 деген екі рационал санның қосындысы 3-ке тең болады екен. Бұл жерде Б деп отырған екінші рационал санымыз 4-ке тең болды, яғни оң сан болды. Сол үшін біз координаталық түзуден 4 кесінді оңға қарай жылжыттық. Ал егер теріс сан болған кезде солға қарай жылжытатын едік. Теріс сан болған кездегі мысалды қазір қарастырып көрейік. Мысал үшін, 4 пен минус 6, көріп отырсыздар, екінші сан минус 6-ға тең. Оларды қосу үшін жаңа шарттарды есіңізге түсіріңіздер. Ең алдымен бірінші 4 орналасқанды үлкен А нүктесімен белгілеп алуымыз керек. Мінекей координаталық түзуде 4 мына жерде орналасқан. Демек оны А нүктесі арқылы белгілеп алайық. Ал минус 6 деп отырғанымыз ол 4-ке қосылып тұр. Яғни 4 пен минус 6-ның қосындысы деп отыр. Демек, минус сан болғандықтан Б деп отырғанымыз 0-ден кіші, солға қарай 6 бірлік кесінді санайды екенбіз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6 бірлік санайтын болсақ, солға қарай 4-тен бастап минус 2-ге сәйкес келеді. Яғни 4-ті 6 бірлікке көшіретін болсақ, минус 2 шығады екен. Демек біз минус 2-ні Б нүктесі арқылы белгілеп аламыз. Енді сонда 4 азайтылған 6 тең минус 2 деп айта аламыз. Мына жерде не үшін азайту екені сіздерге түсінікті болатын шығар, біз екеуін қосып жатырмыз деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл өрнекті былай да жазуға болады. Яғни көріп отырса 4 қосылған минус 6 тең минус 2. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Өйткені жақшаны ашқан кезде мына жерде минус плюспен көбейтіліп минусқа айналып кетеді. Оны тағы да түсіндіретін боламыз келесі сабақтарда. Ең бастысы сіздер түсініп алыңыздар, мына екі өрнектің айырмашылығы жоқ бір-бірінен. Екеуінде де азайту амалы орындалып отыр. Өйткені ең бастысы қосылған кезде біз теріс санға қосатын болсақ, сол жақ қарай координаталық түзуден жылжытатынымызды еске сақтаңыздар. Ал егер екінші санымыз оң болатын болса, онда оң жаққа қарай жылжытатын едік. Минус 6-ны қосып жатырмыз, сол себепті 4-тен сол жақ қарай 6 бірлік жылжытып, сол координатаны белгілесек, есептің жауабы шығады. Яғни, А санына Б санын қосу
a санын b бірлікке өзгерту болып табылады. Яғни мына жерде a санына b-ны қосып жатырмыз. Біздегі a санын b бірлікке өзгертеміз. Ол оңға немесе солға таңбасына байланысты. Егер екінші санымыз b санымыз теріс сан болса, солға қарай жылжытамыз. Ал егер оң сан болатын болса, оңға қарай жылжытамыз. Қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең. Яғни a плюс минус a тең 0. Ол сіздерге онсыз да түсінікті деп ойлаймын. Мысалы үшін минус 4 қосылған плюс 4 болатын болса, ол 0-ге тең. Өйткені, мысалы 4-ке минус 4 қосатын болсаңыздар, сіз оны 4 бірлікке жылжыту қажетсе, 4 бірлікке солға қарай жылжытсақ, ол 0-ге тең болады. Немесе минус 4-ке плюс 4 қосатын болсаңыздар, плюс 4 екінші сан плюс 4 болып тұр, сол себепті бұл жолы керісінше оңға қарай жылжытамыз 4 бірлікке, ол кезде де 0 болып табылады. Мысалы үшін 5 плюс минус 5, ол да 0. Өйткені мына жерде 5 деп отырғанымыз мінекей мына жерде, ал екінші өрнегіміз минус 5, сол себепті солға қарай 5 бірлік жылжытсақ, ол 0-ге сәйкес келеді. Немесе минус 6 қосылған 6. Мінекей мына жерде минус 6 орналасқан. Екінші өрнегіміз плюс сан, сол себепті енді оңға қарай жылжытамыз. Оңға қарай 6 бірлік санап жылжытатын болсақ, бұл кезде 0 шығады. Сіздерге бұл нәрсе түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді кез келген санға 0-ді қосқанда сан өзгермейді. Сіздер оны өте жақсы білесіздер. Мысалы үшін a қосылған 0 тең a-ға болады. 1-ге 0-ді қосақ 1 болады, тағы да сол сияқты өрнектер шығады. Сіздер бұл қасиетті бастауыш сыныптарынан бастап жақсы білесіздер. Осымен түсіндіруге арналған видео сабағымыз аяқталды. Ал енді бұл сабақ сіздерге толық түсінікті болу үшін келесі видео сабақтарынан сіздер қосымша есеп шығаруға арналған мысалдарды көре аласыздар.